Selam dostlar. Hayırlı gün başınızga. Bugün gösterетін tamamız, yani fri siyahtı kartoffelini kıtırlak. Biz osıған 4 штук картошка салып алдық. Қайнатын 4 штукты бөліп осылай қайнатып аламыз. Ары қарай айтатын боламыз, құрамына не қосатынын. Мінекей 4 штук картошкамызды майдалап туып алғаннан кейін, өстіп қайнатып алғаннан кейін ездік. Енді осыған шайный ложкамен, шайный қасықпен, яғни жарты қасық тұз саламыз. 50 грамм сырды үккіштен өткізіп саламыз, яғни ірімшікті. Сосын 50 граммдай кукурузный саламыз, крахмалды саламыз. Соның барлығын сосын жақсылап араластырып алатын боламыз. Оны деп ойлап қалмаңыздар, кукурузный крахмал 50 грамм. Осы барлығын жақсылап илеп аламыз, сосын ары қарай айтатын боламыз. Peki dostlar, ilip, ezip, aralastırıp, одноразовый paketке салып, 1 келкі қылып, 4 тығып, жайып, 1 сантиметр қалқындықта. Осыны қазір морозилікке салып қатырамыз. Сосын ары қарай көрсететін боламыз. Достар, мінекей майдалап кесіп алдық, барлығын размермен. Енді қазір біз табаға май құйып қойған болатынбыз, қыздырып. Соған салып қуырып алатын боламыз. Қытырларымызды морозилікте 2 сағаттай тұрды, әдемі қатты кесілді. Достар, біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Қалған қазір қуыру барысында көрсететін боламын. Өте пісіп жатырмыз, әп-әдемі болып жатыр. Крахмал болғасын бір-біріне жақсы қалады екен. Қып-қызыл болып әдемі болып шығып жатыр. Қалғанын қазір дастархандағы жабайы дәмдерімізде көрсететін боламыз. Достар, мінекей кереметтер қытырларымыз дайын болды. Дауысын қараңыздар, әдемі болыпты. Енді осыны бүйтіп бөліп, мінекей ортасын көрдіңіздер ме? Жұмсақ. Өте керемет дайындалған. Үй жағынан да өздеріңізді дайындасаңыздар болады. Бәрі қышырлап әп-әдемі болып тұр, мінекей. Достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Амандықпен жүздесейік.